Валерий Синельников «Өз ауруыңызды тегін сүйіңіз». Алғы сөз. Құрметті оқырман, бұл кітап менің медициналық студент кезімде бастаған зерттеуімнің нәтижесі. Ол сізді адам ауруларының негізгі себептерімен таныстырады. Себептерін өзіңіз анықтауға және дәрі-дәрмексіз жиі сауығуға, сондай-ақ аурудың алдын алуға көмектеседі. Институтта болашақ дәрігер ретінде маған науқасты емдеу үшін аурудың себебін тауып, оны жою керек деп үйретті. Алайда институтта 6 жыл оқып, 2 жыл интернатурада маған бір рет аурудың себептерін айтқан жоқ. Ресми медицина олар туралы білмейтінін түсіндім. Ол оларды іздейді, оның үстіне ол көптен бері іздеп жүр. Бірақ мен оны әлі таппадым. Бұл парадокс болып шықты. Бір жағынан науқасты емдеу үшін аурудың себептерін біліп, оларды жою керек. Бірақ екінші жағынан олар медицинаға белгісіз. Ресми медицина ауруларды жоймайды екен. Бұл жай ғана науқастың азабын жеңілдетеді. Бірақ мен осы себептерді білгім келді. Менің білуімше, мен ресми медицина көптеген ғасырлар бойы ұстанған жолды ұстандым. Кейінірек мен қазіргі заманғы медицинада науқастарды емдеуге қатысты жағдай көптеген ғасырлар бойы аз өзгергенін және белгілі бір дәрежеде тіпті нашарлағанын білдім. Мен ресми медицинаның дұрыс емес жерден іздейтінін түсіне бастадым. Науқас пен ауруға деген көзқарастың өзі де дұрыс емес. Егер асқазан жарасы ауруханада емделсе және біраз уақыттан кейін ол қайта оралса, бұл аурудың өзі біраз уақытқа ғана басылғанын білдіреді. Егер гормоналды жақпа әсерінен кейін бөртпе жойылып, содан кейін қайтадан пайда болса, онда бұл да емдеу емес. Ал емделмейтін деп аталатын аурулар қаншама? Рак, псориаз және қан диабеті, жүректің ишемиялық ауруы, склероз, эпилепсия және тағы басқа сол сияқтылар. Мен басқа жолдарды іздей бастадым. Шөптерге қызығып, халық рецептерін ауруға қарсы сиқырларды жинап, белгілі халық емшісімен біраз уақыт жұмыс істедім. Мені биоөрістің әрекеті қызықтырды. Бірақ бұл да мені толық қанағаттандырмады. Осының бәріне бірдеңе жетіспей тұрғандай сезіндім. Адамға және ауруға әсер етудің барлық қолданыстағы әдістерін біріктіретін қандай да бір жалпы үлгі болу керек. Сол кезде мен гомеопатияны зерттей бастадым. Және институтта бітіргеннен кейін бірден гомеопатиялық дәрігер болып жұмыс істей бастадым. Гомеопатия мені жеке дәрі ретінде қызықтырды. Оның принциптерінің бірі ауруды басу емес, ағзадағы динамикалық тепе-теңдікті қалпына келтіру болды. Гомеопатияның ауруға да, науқасқа да жеке ерекше көзқарасы бар. Сонымен қатар барлық дәрі-дәрмектер табиғи шикізаттан, шөптер, минералдар, уланулар, жәндіктер, жануарлардың секрециялары, адам ауруларының өнімдері дайындалады. Гомеопатиялық препараттарды дайындау және қолдану әдісі зиянды жанама әсерлердің немесе тәуелділіктің пайда болуын болдырмайды. Гомеопатиялық әдістің негізін салушы Самуэль Ганиман өз заманынан 2 ғасырға озып кетті. Гомеопат ретінде мен ауруларды емдеудегі жетістіктерден ләззат алдым және гомеопатиялық үлгіге таң қалдым. Ресми медицина және жеңе алмайтын ауруларды емдей алатыныма риза болдым. Бірақ сәтсіздіктер де болды. Содан кейін мен пациенттердің мінез-құлқына көбірек назар аудара бастадым. Және кейде аурулар адамдар үшін белгілі бір функцияларды орындайтынын түсіне бастадым. Кейбір жағдайларда бұл функциялар айқын болды. Басқаларында олар жасырын болды. Мен психология мен психотерапияны зерттей бастадым. Гипнозды игердім және адамның сана сезімін өте мұқият зерттей бастадым. Зиян келтірме өсиетін сақтай отырып. Аурудың себептері адамның сыртында емес, оның ішінде жасырын екенін бірте-бірте түсіне бастадым. Әр адам өз ауруын жасайды. Мен өз тәжірибемнен әртүрлі жағдайларды жүздеген және жүздеген рет қарап шықтым. Және әр жолы
тамақтану, инфекция, ауа райы жағдайлары сияқты сыртқы факторлар аурудың дамуына тек фон жасайтынына сенімді болдым. Адамның ішінде белгілі бір аурудың дамуын анықтайтын тереңірек нәрсе бар. Бұл жанның немесе тәннің ауруы ма маңызды емес. Осы уақытқа дейін Р. Бантлер мен Д. Гриндердің нейролингвистикалық бағдарламалау және эриксондық гипноз туралы кітаптары пайда болды. Бұл менің болжамдарымды растады және пациенттерді табысты зерттеу және емдеу үшін арнайы құралдарды берді. Маған сондай-ақ Луиза Хей, С. Гроф, С. Лазарев, В. Жикаренцев, Шаталова, К. Кастанеда кітаптары қатты әсер етті. Дзен, буддизм, суфизм, йога, даосизм туралы кітаптар. Менің санамда белгілі бір заңдылық пайда бола бастады. Мен оны адам санасының және подсознание бағдарламалауының киелі кітап үлгісі деп атадым. Неліктен библиялық? Өйткені ол белгілі және көне заңдарға негізделген. Неліктен бағдарламалау? Бәлкім бала кезімізден біздің миымыз, біздің санадан тыс санамыз қоршаған әлемді көру мен жасаудың белгілі бір тәсіліне бағдарламаланған. Содан кейін біз осы бағдарламалар бойынша өмір сүріп, өзімізге көптеген қиындықтар мен проблемаларды жасаймыз. Біз мұны өзгерткіміз келеді, бірақ қалай болатынын білмейміз. Моделімнің өзіме әсерін сынай бастадым. Әсер керемет болды. Менің өмірімде таңғажайып өзгерістер бола бастады. Олар менің денсаулығыма да, жеке өмірімнің барлық саласына да қатысты. Мен өзімді керемет сезіне бастадым. Бұрынғыдан да сау және төзімдірек. Айналадағы дүниені қабылдаудың өзі сапалық жағынан басқаша болды. Ал өмір қызық болды. Пациенттерімнің жұмысымда модель принциптерін қолдана бастадым. Нәтижелері керемет болды. Модель тамаша жұмыс істеді. Бұл модельді меңгергендер кез келген аурудан, соның ішінде емделмейтін аурудан құтылды. Бірақ жұмысымда бір мәселеге тап болдым. Өз тәжірибеңіз бен біліміңізді адамның санасына қалай жеткізуге болады? Мен әр адамның жеке тұлға екенін түсіндім. Оның дүниеге деген қалыптасқан көзқарастары мен оған өз ұстанымдарыңызды таңуға тырысу пайдасыз және қажет емес. Менің үлгісім шынымен қарапайым, бірақ оны бәріне жеткізу үшін мен үнемі жетілдіріп отыруым керек. Сондықтан мен санадан тыс сырлар туралы кітаптар топтамасын жазып, сол арқылы өз білімімді, біліктілігімді оқырмандарға жеткізуге тырыстым. Осылайша жинақталған деректерді пайдалана отырып, мен науқастарды емдеудің жаңа қызықты үлгісін жасадым. Ешбір жағдайда мұны басқа емдеу әдісі ретінде қарастырмаңыз. Бұл адамға, оның өміріне және ауруға деген жаңа көзқарас. Модельдің өзінде көптеген техникалар бар. Солардың бірі санадан тыс бағдарламалау әдісі. Оның көмегімен мен бірнеше мың науқастың сауығып бақытты болуына көмектестім. Кейінірек мен бұл модельді өмірдің әртүрлі салаларын қалыпқа келтіру үшін қолдана бастадым. Жұмыс, отбасы, қарым-қатынас, қаржы, тағы басқалар. Менің әдісім панацея немесе шындық емес екенін атап өткім келеді. Бұл әртүрлі мәселелерді сәтті шешуге арналған құралдар жиынтығы ғана. Бұл модельді кез келген адам игеріп пайдалана алады. Егер сіз емдеу үшін қандай әдісті қолдану керектігін таңдау алдында тұрсаңыз, немесе көптеген әдістерді қолданып көрген болсаңыз, бірақ қажетті нәтижеге қол жеткізбесеңіз, осы үлгіні және бейсаналық бағдарламалау әдісін пайдаланыңыз. Ауруыңды жақсы көр кітабының бірінші басылымы шыққанына 3 жыл болды. Осы уақыт ішінде әлемнің әр түкпірінен оқырмандарымнан көптеген хаттар алдым. Менің идеяларымды түсініп, қолдағаны үшін оларға алғысым шексіз. Ал менің кітабым көпшілікті анықтамалығына
айналғанын білгенде қатты қуандым. Бірақ ең қызығы, хаттардың көпшілігі емделіп жатқанына алғыспен келген. Яғни көптеген адамдардың менің кітабымды оқығаннан кейін дертінен арылып, жеке өміріндегі кейбір мәселелерін шешті. Оқырмандарым қашықтан емделгендей болып жатыр екен. Ал менің кітабым олар үшін сенімді көмекші. Менің ойымша, бұл кітапты жазған кезде мен оған тек бірегей білім ғана емес, сонымен бірге жаным мен жүрегімді де салдым. Бұл кітаптың емдік күші бар, өйткені біз бәріміз бір-бірінен көрінбейтін тән жіптермен байланыстымыз және бір тұтас организмнің жасушаларымыз. Бұл кітап сіздер үшін жазылған, қымбатты халқым. Ол арқылы сенің үйіңе, жүрегіңе кіремін. Оқырмандарымның бірі маған былай деп жазды: құрметті Валерий Владимирович, менің екінші туған күнімді досымның маған кітап оқуға берген күні деп есептеймін. Бұл кітап менің бүкіл өмірімді өзгертті, мені төңкеріп жіберді. Бір топ аурудан құтылып қана қоймай, жеке өмірімді де жақсартты. Жалпы өмірімнің мәні пайда болды. Өмір қызық болып кетті. Ал досым, кітапты қайтарып беруді сұрағанда, менің күйім қандай болғанын елестетіп көріңізші. Мен оған шын мәнінде жабысып қалдым. Сен не туралы айтып отырсың? Деп таң қалды досым. Маған да кітап керек. Бұл менің үстел кітабым, ал сіз дәрігерге хат жазасыз. Ол сізге кітаптарын жібереді. Сондықтан, Валерий Владимирович, сізден кітапты 2 данада жіберуіңізді сұраймын. Біреуін өзіме, екіншісін ата-анама жіберемін. Кейде оқырмандар мені бұрын-соңды көрмесе де сыртқы түрімді егжей-тегжейлі сипаттайды. Және олар өмірдің қиын сәттерінде мен оларға мәселелерді шешу туралы кеңестер беремін дейді. Ал кейбіреулерге бұл мен үшін күтпеген жағдай болды. Мен олардың түсінде келіп сеанстар жүргіземін. Валерий Владимирович, мен кеше түнде керемет түс көрдім. Сіз маған келіп, мені емдей бастадыңыз. Маған не айтқаныңыз есімде жоқ. Бірақ сіз күрделі гинекологиялық массаж жасап, ежелгі тілде дұға оқығаныңыз есімде. Ал келесі күні таңертең мен таң қалдым және әрине ішімнің төменгі бөлігіндегі ауырсынудың жылдар бойы мені азаптағанын білдім. Бұл жұмбақ сессиядан бері 6 ай өтті. Содан бері мен етеккір кезінде өте жақсы және жайлы сезінемін. Осы уақыт ішінде отбасындағы қарым-қатынас толығымен өзгерді. Көбірек махаббат пен түсіністік бар. Күйеуімде сенің ауруыңды жақсы көр. Одан кейін ниет күші атты кітабыңды оқыды. Осыдан кейін оның іскерлік істері өте жақсы өтті. Рахмет сізге. Ал келесі кітаптарыңызды асыға күтеміз. Міне кітаптың көмегімен әдеттен тыс емдеудің тағы бір мысалы. Құрметті Валерий Владимирович, бірнеше жыл бойы бел мен сол аяғымның созылмалы ауруымен ауырдым. Мен ресми және халықтың емдеудің көптеген әдістерін қолдандым. Мен көп кітап оқыдым, бірақ бәрінен нәтиже жоқ. Сөйтіп әйелім сенің кітабыңды алып келіп оқуымды өтінгенде, мен оған ашуландым. Өзіңіз оқыңыз деп күбірледім мен оған. Сосын кітаптың атын оқып былай деп қостым: ауруымды жақсы көрім керек пе? Тағы не? Ол мені тірі қалдырмайды. Әйелім бірдеңені түсіндіруге тырысты, бірақ мен оны тыңдағым да келмеді. Сол күні аяғым қатты ауырды. Әйелім мені кешкі асқа шақырды. Мен ас үйге келіп үстелге отырдым. Біз кешкі ас іштік, біз шай іштік. Мен үстелден тұрайын деп едім. Таң қалып аяғымның ауырғанын білдім. Бір түрлі екен деп ойладым мен. Бұрын ауру кешке қарай күшейетін. Орнымнан тұрғанымда сенің кітабың астындағы орындықта жатқанын байқадым. Әйелі салып қойып, ұмытып кеткен екен. Көңілім түсіп кетті. Бұл шынымен кітап па? Менің 2 жоғары білімім бар. Мен мұндай нәрселерге сенбейтінмін. Сондықтан менің миым бірден логикалық түсініктеме табуға тырысты. Бірақ одан жақсы ештеңе шықпады. Мен бұл апат болды.
сондықтан назар аударудың қажеті жоқ деп шештім. Ал келесі күні жүрегім ауыра бастады. Бұл оны сынау үшін тамаша уақыт деп ойладым мен. Мен кітапты алып жүрегіме қойдым. Бірнеше минуттан кейін ауырсыну басылды. Қызық екен деп ойладым мен. Мүмкін осы Синельниковты оқығаным дұрыс шығар. Кітапты ашып оқи бастадым. Алғашқы беттерінен-ақ ол мені ерекше баурап алды. Менде жиектерге жазып қоятын әдетім бар. Сондықтан қазір кітап толығымен сызбалармен жабылған. Сізбен жүзбе-жүз кездесіп, сөйлесіп, айтысқым келді. Қорыта айтқанда, кітапты зерттей келе, дертімнің себептерін түсініп, одан толық арылдым. Енді кітапты ауырған жерлерге жағудың қажеті жоқ. Енді мен тіпті әйеліме ауруын емдеуге көмектесемін. Ол кітапты бірінші оқып, маған ұсынғаны мен өте керек кітап. Егер бәрі осы үлгі бойынша өмір сүрсе, әлем басқаша болар еді. Сондай-ақ менің кітабымның көмегімен су зарядталған және мұндай су адамдарды ауыр аурулардан сауықтырған жағдайларда бар. Мен бұл мысалдарды кітапты бірден ауырған жерлерге жағу немесе үстіне бір стакан су қою үшін келтірген жоқпын. Адамға иман керек. Бірақ соқыр сенім емес. Жаратылыстың ұлы ісіне араласатынын сезіну арқылы сенім керек. Сондықтан алдымен кітапты оқып шығыңыз. Өмір туралы және бұл дүниедегі орныңызды ойлаңыз. Ойлан, кітапты оқып отырып, сіздің өміріңізде көптен күткен өзгерістер бола бастайтынына сенімдімін. Сізге сәттілік. Кітаппен қалай жұмыс істеу керек? Бұл кітапты роман сияқты оқуға тырыспаңыз. Бұл жұмыс істеуге арналған нұсқаулық. Сондықтан бір рет оқығаннан кейін қайта-қайта оқыңыз. Әрі жолы жаңа біліміңізді тәжірибеде сынап көріңіз. Бұл көлік жүргізуді үйрену сияқты болса керек. Алдымен сіз теорияны зерттейсіз, содан кейін рөлге отырып, оны сынап көресіз. Көлік жүргізіп көргендер тез үйренеді, ал басқаларына уақыт пен тәжірибе қажет. Кейбір оқырмандар кітаптағы белгілі бір идеяларды жақсы біледі және бүкіл модельді тезірек меңгере алады. Кітап аян болатын басқалары күш салып, уақыт өткізуге мәжбүр болады. Қалай болғанда да бұл кітапта сипатталған нәрселерді зерттеуге және өміріңізде қолдануға тұрарлық. Бұл кітап подсознание құпиялары туралы кітаптар сериясының біріншісі және әртүрлі мәселелерді шешудің өте тиімді үлгісінің сипаттамасы болып табылады. Оны аурулардың кең ауқымын емдеу үшін ғана емес, сонымен қатар жеке өмірдің жұмыс, қарым-қатынас, отбасы, ақша сияқты салаларын қалыпқа келтіру үшін де қолдануға болады. Бұл модель қарапайым және оны меңгергісі келетіндерге қолжетімді. Бірақ мен сізге бірден ескерткім келеді. Бұл модельге барлық қиындықтарыңыз бен бақытсыздықтарыңыз үшін панацея ретінде жабыспаңыз. Бұл сіздің білім жолыңыздағы бір ғана қадам болсын. Бұл әдісті меңгеріңіз, оны өміріңізде қолданыңыз. Ал сіз оны мінсіз меңгергеніңізді түсінген кезде өзіңіз үшін жаңа нәрселер іздеуге кірісіңіз. Бірінші тарауда мен адамның өзін қоршаған әлемді қалай қабылдайтыны және жасайтыны, оның өмірінде саналы және бейсаналы қабылдау қандай орын алатыны, әлемде қандай заңдар әрекет ететіні туралы жалпы түсінік бердім. Бұл ақпаратты неғұрлым тереңірек түсінсеңіз, бүкіл әдісті соғұрлым оңай және жылдам меңгересіз. Кітапты толығымен оқып болғаннан кейін осы тарауға қайта оралыңыз. Кітаптың подсознаниемен қалай байланысуға болатынын сипаттайтын бөлігіне жеткенде баяулатыңыз. Мұның бәрін жасауға тырысыңыз. Екінші тарау адамдардың өздері үшін ауруды қалай жасайтынын сипаттайды. Осы тарауда да тоқтап ойланыңыз. Үшінші тарау тарихи түрде әлемнің жойқын күштері туралы оң көзқарас береді. Осы тарауда оқығаннан кейін деструктивті ойларыңыз бен эмоцияларыңызды тізімін жасаңыз. Төртінші тарауды мұқият оқып шығыңыз. Ол әдістің нақты жоспар схемасын сипаттайды.
бірақ әдістің өзін меңгеру үшін тәжірибе қажет. Менің медициналық тәжірибемдегі мысалдар сізге көмектеседі. Тәжірибе, жаттығу барлығы өз қолында. Сізде емделу үшін қажет нәрсенің бәрі бар. Екінші кітапта аурулардың тізімі және олардың пайда болуының ықтимал себептері тізімі бар. Бұл сіздің қайғы қасіретіңіздің себептерін табуға және оларды бейсаналық бағдарламалау әдісі арқылы жоюға көмектеседі. Кітапта мен үнемі ғалам, жоғарғы ақыл, шындық, қуат, өзектілік, бейбітшілік сияқты сөздерді қолдануға тура келеді. Мұның бәрі бір нәрсенің әртүрлі атаулары, әлемде үстемдік ететін және әрқайсымызда бар белгілі бір жұмбақ және жұмбақ күш. Егер сіз менің ойларыммен келіспесеңіз, шетке сұрақ белгісін қойып, оқуды жалғастырыңыз. Сипатталған әдісті үлгі ретінде өзіңізге көмектесетін құралдар жиынтығы ретінде қарастырыңыз. Өйткені сіздің проблемаларыңызды сізден артық ешкім түсіне алмайды. Бірінші тарау негізгі емес, шындық. Джон Белл теоремасы физиктерді жағымсыз дилеммамен таныстырды. Не дүние объективті түрде шынайы емес, не онда суперлюминалдық байланыстар әрекет етеді. Белл теоремасы әлемнің қандай да бір негізгі заңсыз немесе түбегейлі бөлінбейтіндігі туралы терең шындықты дәлелдеді. С. Гроф мидан тыс. Біздің бір нәрсені күтуіміз басқа энергетикалық жүйелерге әсер етіп, біздің күткенімізге сәйкес оқиғаларды құра бастайды. Демек, бар нәрсенің қайнар көзі тағдырымызды жасайтын күш өз ішімізде. Бірақ бұл көне заманнан бері белгілі. Ендеше адам неге бұрынғылардың даналығында, қазіргі ғаламдардың тұжырымдарында да естімейді? Бір дүниемен бетпе-бет келгенде әртүрлі адамдар оны әртүрлі жолмен қалай қабылдайды? Оның себебі тағы да адамның өзінде жатыр. Оның өзі қабылдаған нәрсеге деген көзқарасында. Адамдар елестетуге келмейтін бай және күрделі ақиқатпен айналысқанда, оларға азап пен қасірет әкелетін дүниенің аянышты үлгісін жасауға келеді екен. Постмен мен Брунердің сананың табиғатын таңқаларлық қарапайым түрде түсірген классикалық психологиялық эксперименттін қарастырайық. Бұл экспериментте субъектілер кәдімгі ойын карталарын ажыратуға мәжбүр болды. Олардың арасында қызыл алты күрек немесе жүректің қара төрттігі сияқты аномальды деп аталады. Әрбір жеке экспериментте бір карта бір зерттеушіге ұзақтығы бірте-бірте ұлғайған уақыт аралығында бірнеше рет ұсынылды. Әрбір презентациядан кейін зерттеушіден не көргені сұралды. 2 дұрыс болжамнан кейін бірінен соң бірі эксперимент аяқталды деп есептелді. Ең қысқа презентация өзінде көптеген субъектілер карталардың көпшілігін дұрыс анықтады. Қалыпты карталар әдетте дұрыс ажыратылды. Аномальды карталарға келетін болсақ, олар әрдайым дерлік көрінетін ауытқуларсыз әдеттегідей қабылданатын жүректердің қара төртеуін, мысалы, күректің төртеуі немесе жүрек деп қателесуі мүмкін. Айырмашылықтарды білмей, ол алдыңғы тәжірибе бойынша дайындалған белгілі санаттардың біріне тағайындалды. Субъектілерді көргендері үшін қабылдағандарынан басқа нәрсені көрді деп айту қиын болды. Аномалиялық карталарды көрсету ұзақтығы ұлғайған сайын субъектілер екіталай бастады. Осылайша аномалия туралы хабардар болды. Мысалы, қызыл алты күрек ұсынылғанда олар әдетте бұл алты күрек. Бірақ бірдеңке дұрыс емес, қара суреттің қызыл жиектері бар деп айтатын. Презентация уақыты ұлғайған сайын субъектілердің тартынуы мен шатасуы ақырында кенеттен бірнеше субъектілер еш ойланбастан аномальды карталарды дұрыс атай бастағанға дейін арта бастады. Оның үстіне мұны 3-4 аномальды карталармен жасай алған олар басқа карталармен оңай күресе бастады. Алайда аздаған субъектілер өздері пайдаланған санаттарды
қажетті бейімделуді жасай алмады. Аномал карталарды оларға өте ұзақ уақыт бойы ұсынылған кезде де аномальды карталардың 10%-дан астамы белгісіз болып қала берді. Дәл осы субъектілер алдына қойған тапсырманы орындай алмаған, айтарлықтай жеке қиындықтарға тап болды. Олардың бірі эксперимент кезінде қатты айқайлады: "Мен бұл не екенін түсіне алмаймын. Бұл тіпті картаға ұқсайды. Мен оның түсі қандай екенін білмеймін және күрек пе, әлде жүрек пе білмеймін. Мен шыңдардың дәл қазір қандай болатынын білмеймін. Құдайым-ай!" Адамның санасы мен подсознаниясын зерттей отырып, мен адамдар қоршаған шындықпен кем дегенде 2 деңгейде, саналы және подсознанияда байланысты деген қорытындыға келдім. Әр қайсымыз саналы түрде әлеммен тікелей емес, әлемнің қандай да бір үлгісімен айналысамыз, ал подсознание шындықты сол қалпында қабылдайды. Біздің подсознание санамыз үлкен иллюзионист. Ол сәйкес ережелерге сәйкес біздің алдымызда үлкен иллюзияны құрастырады. Ол біздің әлемді дәлірек айтқанда кішкене әлемді жасайды. Бізді әлемнің хаосынан қорғайды. Біздің қабылдауымыз үшін қажетті және қауіпсіз деп санайтын нәрсені ғана таңдайды. Бірақ шығармашылық және қорғаныс функцияларын орындай отырып, ол еріксіз көптеген адамдар үшін түрмеге айналады. Өйткені жаратылған дүниенің шегінен шығуға мүмкіндік бермейтін біздің санамыз, ол бізге көрсететін иллюзиясының өзі шындық екеніне сендіру үшін жиі қорқынышты пайдаланып, үнемі әртүрлі айла ойлап табады. Елордадағы ірі хайуанаттар бағының біріне ақ аю әкелінді. Оған арналған қоршау әлі дайын емес еді. Ол салынып жатқанда аю кішкентай торда ұсталды. Бірнеше ай бойы ол торды бір жаққа 3 қадам басып жүрді. Барлығы дайын болған кезде торлар шешілді, бірақ аю бәрібір бір жаққа 3 қадам, екінші жаққа 3 қадам жасады. Жер бетінде саусақ іздері дәл сәйкес келетін 2 адам жоқ. Сондай-ақ өмірлік тәжірибелер толығымен бірдей 2 адам жоқ. Тіпті бір-біріне ұқсамайтын егіздердің өмірі де кейбір жағынан ерекшеленеді. Басқаша айтқанда, әр адам өз әлемінде өмір сүріп, өзінің қайталанбас әлемін жасайды. Әр қайсымыз туғаннан ата-ананың, үлкендердің, мұғалімдердің және қоршаған ортаның ықпалымен өз болмысымызды, өз әлемімізді құрастырамыз. Егер сіздің балаларыңыз болса, оларға әлемді сипаттауыңызды, оларға ненің жаман, ненің жақсы екенін, не істеуге болатынын және ненің болмайтынын түсіндіріп бергеніңізді есіңізде сақтаңыз. Аталар мен әжелер, мұғалімдер және басқа да ересектер олармен солай істеді. Нәтижесінде сіздің балаңыздың дүние туралы өзіндік сипаттамасы қалыптасты. Ол сіздікіне бір жағынан ұқсас, бір жағынан басқаша. Ал сенің ата-анаң саған солай істеді. Және бұл процеске барлық адамдар қатысты. Ал шындықты қандай да бір ерекше адамдық түрде қабылдауға бала кезімізден үйретілгені жақсы ма, жаман ба деп айту мүмкін емес. Бұл процесс қажет. Өйткені оған қатысу арқылы біз өзімізді тыныш сезінеміз. Бірақ біз бұл әрекетке алданып қалғанымыз сонша, біз бір анық шындықты ұмытып кетеміз. Шындық пен біздің әлем арасында үлкен айырмашылық бар. Бала кезімізден біз дүние моделін, шындық үлгісін жасаймыз. Онда біз өмір бойы өмір сүреміз. Бұл модельді қандай да бір жолмен жақсартуға тырысамыз. Ал жаман немесе жақсы үлгілер жоқ. Мәселе модельдің қаншалықты өміршең және пайдалы екендігінде. Бір жағынан біздің модель адамзат өркениетінің көптеген ғасырлар бойы жинақтаған барлық игіліктерінен ләззат алуға көмектеседі. Бірақ екінші жағынан ол шектеулер туғызады. Біздің кемелден алыс үлгіміз шындықтың өзі екеніне сенімімізді нығайтады. Ал бұл өзімізді алдау бізді шындықтан алшақтап қанағаттанбау жағдайын тудырады. Бір парадокс бар. Біз шынымен шындықта өмір сүреміз және оны сол қалпында әдемі, түсініксіз, танылмайтын нәрсе ретінде қабылдаймыз. Бірақ біз осы шындықтың үлгісін ғана білеміз.
Оны жасауға біз бүкіл өміріміз бен күш-жігерімізді жұмсаймыз. Мұны көрсетудің көптеген жолдары бар, бірақ алдымен кейбір қорытындылар жасайық. Сонымен бір, ғалам санаға ие түсініксіз күш-қуат. 2. Адамның санасы жалпыға ортақ. 3. Дүние түсініксіз және жұмбақ, ал адам әлемге және өзіне жұмбақ ретінде қарауы керек. 4. Біздің санамыз өмір сүретін дүниенің үлгісін жасайды. Басқаша айтқанда, біздің санамыз подсознание бізге беретін оқиғаларды бақылаушы және бағалаушы рөлінде. Көп адам болса, дүние көп. Дүние жұмбақ, ал дәл осы сәтте сіздің алдыңызда көрген нәрсе мұндағылардың бәрінен алыс. Әлемде одан да көп. Ол әр нүктеде шын мәнінде шексіз. Демек, бір нәрсені өз бетінше түсіндіру әрекеті бұл дүниенің қандай да бір қырын таныс үйреншікті нәрсеге айналдыру әрекеті. Сіз және мен сіз шынайы деп айтатын әлемде осындамыз, өйткені оны екеуміз де білеміз. Сіз күш әлемін білмейсіз, сондықтан оны таныс суретке айналдыра алмайсыз. Кастанеда, Ихтыланға саяхат. Жоғарыда айтқанымда біз шындықты екі деңгейде қабылдаймыз, подсознание және саналы. Санадан тыс біз бәріміз ғаламмен шындықпен байланыстамыз, және біздің подсознаниеда әлемде болып жатқан кез келген оқиға туралы ақпарат бар. Олай болса, біздің әлемді біздің шындықты жаратушы бұл біздің ғаламның сипаттау мүмкін емес күштерімен Құдаймен байланысқан санадан тыс санамыз, ал біздің санамыз осыдан бір сәт бұрын болған оқиғаларды бақылаушы және шолушы рөлінде. Сана әрқашан біздің санадан тыс санамыздан бір сәт артта тұрады. Бірақ дәл осы механизм адамға жаратушы, сиқыршы болуға мүмкіндік береді. Ницше айтқандай, біз бәріміз елестеткеннен де ұлы суретшілерміз. Біз адам ретінде әр сәтте үлкен ақпарат ағынымен бомбаланамыз. Біздің санадан тыс санамыз жалпы ағымнан таңдап алады. Және бізге, біздің санамызға, біздің санадан тыс бағдарламамызға сәйкес келетін ақпаратты ұсынады. Содан кейін біздің ғалам моделінде жүзеге асырылады. Ол кейбір нәрселерді бұрмалайды, басқаларды жалпылайды, және кейбір нәрселерді жай ғана қалдырады. Міне тағы бір психологиялық эксперимент. 2 актер психологиядан дәріс оқиды. Біреуі есік алдында қолын екіншісіне қарай күрт ұрады. Екіншісі еденге түседі. Бірінші актердің қолында банан, бірақ сауалнамадан кейін студенттердің барлығы дерлік шабуылшының қолындағы пышақты көреді. Қабылдаудың бұл бұрмалануы біздің санамызға адамның өткір соққысы пышақты білдіреді деп жазылғандықтан туындайды. Өйткені бананды ешкім жабыстырмайды. Санадан тыс сана ақпаратты сүзгі бағдарламасының бір түрі арқылы өткізеді. Нейрофизиологиялық, әлеуметтік және жеке. Біздің санамыз жалпы ағымнан аз ғана ағынды алады. Нәтижесінде әлемде іс жүзінде болып жатқан нәрсемен осы әлемдегі тәжірибеміз, яғни біздің әлем үлгісі арасында үлкен айырмашылық бар. Осы сүзгілердің әрқайсысын қарастырайық. Нейрофизиологиялық сүзгі. Бұл көру, есту, жанасу, иіс және дәм физикалық құбылыстар әлеміндегі ақпаратты түрлендіретін 5 жалпыға белгілі сенсорлық арналар. Мысалы, адамның құлағы тербеліс жиілігі секундына 20-дан 20 мыңға дейінгі диапазонда жататын дыбыс толқындарын қабылдайтыны белгілі. Тербеліс жиілігі осы шектен тыс болатын дыбыс толқындардан адам құлағы қабылдамайды. Көптеген жануарлар инфра және ультра дыбысты қабылдайды. Біз басқа жиіліктерде мүлде қабылдамаймыз деп айтуға болмайды. Өйткені ультра және инфра дыбыстың адамға пайдалы немесе зиянды әсері дәлелденген.
Физиологиялық шекарадан тыс жатқан толқындарды адам саналы түрде қабылдамайды деу дұрысырақ болар еді. Адамның көру қабілеті 380-нен 680 миллимикронға дейінгі толқындарды анықтауға қабілетті. Бұл құндылықтардан азды-көпті ауытқыған толқындар адам көзімен саналы түрде қабылданбайды. Адамның жанасуға сезімталдығының да шегі бар. Сонымен қатар сезімталдық байланыс орнына байланысты. Адамдар қабылдаудың тек саналы шекаралары бар екенін атап өткім келеді. Бұл шекаралар оның күнделікті өмірде қолданатын сезім мүшелерімен анықталады. Санадан тыс қоршаған әлемді қабылдау және білу мүмкіндіктері шексіз. Көптеген адамдар БМ зерттеулерімен бұрыннан таныс Бронникова. Ол соқыр балалармен жұмыс істеп, олардың көру қабілетін көздерімен емес, миымен қалпына келтіреді. Яғни қысқа мерзімде тура мағынасында 20 күнде оларда адамдар қалыпты жағдайда пайдаланбайтын қабылдаудың басқа арналарын ашады. Ол ауру балаларды ғана емес, толық сау балаларды да оқытады. Бұл адаммен оның шәкірттері таң қалдырады. Көздері қара байлаулы балалар кез келген мәтінді оқиды. Шахмат ойнайды, велосипед тебеді, емін-еркін қозғалады. Сонымен бірге оларды басқада көптеген қабілеттер дамиды. Мен адам физикалық әлемді өз сезімдерімен жай ғана қабылдамайды. Ақиқаттың түсініксіз энергиясын, таза энергияны таныс нәрсеге айналдырады деп ойлаймын. Яғни материалдық заттардың осы МХЖ жасайды. Бұл бірінші сүзгі бізге туған кезде беріледі және физикалық әлемді қабылдау мен жасаудың филогенетикалық бағдарламасын білдіреді. Бұл сүзгі бізді ерекше түрдің мүшелері ретінде біріктіреді. Әлеуметтік сүзгі. Әлеуметтік сүзгі адамдарды белгілі бір әлеуметтік топтарға біріктіретін факторлардың жиынтығы. Тіл, ұлт, әдет-ғұрып, халық пен мемлекеттің тарихы және тағы басқа. Әлеуметтік рецепттер бізге жататын әлеуметтік топтың барлық жинақталған тәжірибесін пайдалануға көмектеседі. Бірақ оларда шектеулер жасайды. Басқа әлеуметтік топтағы адамды түсіну бізге қиын болады. Тәжірибе көрсеткендей, әлеуметтік шектеулер оңай еңсеріледі. Бұған бірнеше тілде сөйлей білуіміз дәлел. Жеке сүзгі. Бұл сүзгі адам даралығының дамып жетілуіне қарай, яғни біз дүниеге келген сәттен бастап бірте-бірте қалыптасады. Бұл біздің ойларымыз, эмоцияларымыз, мінез-құлық ерекшеліктеріміз, әдеттеріміз, қызығушылықтарымыз, ұнатуларымыз және ұнатпауларымыз, мінез-құлқымыз, белгілі бір оқиғаларға реакцияларымыз, өзімізге, бізге жақын адамдарға, жалпы адамдарға және осы дүниеде көптеген нәрселерге деген көзқарасымыз. Біздің тәжірибеміз бірегей, жеке тарихты қосады. Олар біздің өмірімізді анықтайды. Жеке рецепттер бұл подсознание бағдарламасының дәл осы аспектісі. Біз алдымен жұмыс істеуіміз керек. Диаграммадан көрініп тұрғандай нейрофизиологиялық аппарат, әлеуметтік және жеке рецепттер бірігіп алынған. Бұл әрбір адамның қайталанбас шындығы жасалатын өте астарлы бағдарлама. Сонымен қатар бұл бағдарламаның оңай өзгертуге болатын ең қолжетімді бөлігі бұл жеке рецепті бар жеке тарихымыз. Сонымен біз өмір сүретін әлемді өзіміз жасаймыз. 2. Біз өз әлемімізге жауапкершілікті алуымыз керек. 3. Шындықтың өзі мен біздің әлем арасында сөзсіз үлкен айырмашылық бар. Нақтылықтың сипаттамасы. 4. Әрқайсымыз жасаған әлем үлгілері бір-бірінен ерекшеленеді. Басқаша айтқанда, әр адам басқалардан өзгеше өз әлемінде өмір сүреді. 5. Біз өмір сүріп жатқан әлемді өзіміз жасаймыз. Әлем үлгісін, шындық үлгісін жасаймыз. Біз өз ауруларымызды адамдармен, жұмыспен, ақшамен және тағы басқа жағдайларды өзіміз жасаймыз. Ал біз өз әлемімізді жасайтындықтан, демек біз оны өзгерте де аламыз.
Басқаша айтқанда, егер біздің өмірімізде бір нәрсеге көңіліміз толмаса, онда белгілі бір мәселенің себептерін анықтап, жою және жаңа нәрсе жасау арқылы өмірімізді өзгерте аламыз. Біз толық және қуанышпен өмір сүре аламыз. Осы және келесі кітаптар мұны қалай жасау керектігін нақты талқылайды. Түсінікті бағдарламалар. Мен балалардың тәттілерді ұстайтыны сияқты нәрселерді ұстадым. Миллион жолдың бірі ғана, ал кез келген нәрсе миллионнан бір ғана жол. Сондықтан жол тек жол екенін әрқашан есте ұстау керек. Егер сіз оның сіз үшін емес екенін сезсеңіз, оны кез келген жағдайда тастап кетуіңіз керек. Мұндай түсінікті болу үшін сіз тәртіпті өмір сүруіңіз керек. Тек осы жағдайда ғана сіз кез келген жолдың жай ғана жол екенін және жүрегіңіз бұйырса, сізге немесе басқа біреуге одан кетуге ештеңе кедергі болмайтынын білесіз. Бірақ мен сізге ескертемін. Сіздің шешіміңіз қорқыныш пен амбициядан бос болуы керек. Әр жолға тіке және ойланбастан қараңыз. Қажет деп тапсаңыз, сонша рет көріңіз. Содан кейін өзіңізге және өзіңізге бір сұрақ қойыңыз. Бұл сұрақты тек өте қарт адамдар қояды. Бұл сұрақты қайырымды адамым маған жас кезімде бір рет қойған еді. Бірақ оны түсінуге қаным тым ыстық еді. Енді мен оны түсінемін. Мен сізге мына сұрақты қояйын. Сіздің жолыңызда жүрек бар ма? Барлық жолдар бірдей. Олар еш қайда апармайды. Олар бұталар арқылы немесе бұталарға апарады. Мен өмірімде ұзақ жолдарды басып өттім деп айта аламын. Бірақ мен еш жерде емеспін. Менің қайырымды адамым қойған сұрақтың мәні осы. Бұл жолдың жүрегі бар ма? Егер бар болса, онда бұл жол жақсы жол. Олай болмаса, пайдасы жоқ. Екі жолда да еш қайда апармайды. Бірақ біреуінде жүрек бар, екіншісінде жоқ. Бір жол оның бойы мен саяхаттауды қуанышқа бөлейді. Сіз қанша жүрсеңіз де, сіз және сіздің жолыңыз ажырамас. Басқа жол сіздің өміріңізді қарғысқа ұшыратады. Бір жол сізге күш береді, екіншісі сізді бұзады. К. Кастанеда, Дон Жуанның ілімдері. Сонымен бұл бағдарлама қалай жасалады және оны кім жасайды және ол қандай функцияларды орындайды? Программаны құру кезінде программист алдымен өзі орындайтын функцияларды анықтау керек. Содан кейін программа жазылатын тілді белгілі бір символдар жиынтығы таңдау керек. Бұл бағдарламаны жүзеге асыратын энергетикалық құрылғы да болуы керек. Біздің жағдайда мұндай құрылғы адам бірегей жаратылыс. Өйткені ол өзін-өзі бағдарламалай алады. Бала бұл әлемде пайда болған кезде, оның санадан тыс бағдарламаның бірінші элементі нейрофизиологиялық аппараты бар, оның көмегімен ол шындықты қабылдауға дайын. Бағдарламаның екінші элементі әлеуметтік, баланың туған жері мен отбасы ел анықталады. Бағдарламаның алғашқы екі элементі, яғни адамның пайда болу орны мен уақыты подсознанияның терең тағдырлы құрылымдарымен анықталады. Үшінші элемент, жеке элемент оқу процесінде бірте-бірте қалыптасады. Нәрестелер қоршаған әлемді көзбен көріп, әртүрлі мөлшерде және қарқындылықтағы түсті дақтардың және энергия ағындарының елестету мүмкін емес жиынтығы ретінде қабылдайды. Балалардың бір-біріне қатысты қолдарының, аяқтарының, басының және денесінің қозғалыстары кең. Ересектер баланы дүниеге келген сәттен бастап, қоршаған дүниені қатаң белгіленген түрде өз бағдарламаларына сәйкес қабылдауға және түсінуге үйретеді. Біріншіден, бала өз денесін басқаруды үйренеді, содан кейін тілдің көмегімен әлемді зерттей бастайды. Сонымен бірге ересектер нәрестеге үнемі қоршаған ортаны сипаттайды. Бұл бала мен ересектер арасындағы үздіксіз қарым-қатынас процесіне айналады.
Ал оны байқамай-ақ бала дүниенің бұл сипаттамасын өзіне сәйкестендіреді. Ал болашақта адам дүние сипаттамасын қолдайтын үздіксіз ішкі диалогты жүргізеді. Қарапайым адамның кәдімгі жағдайда ішкі бейсаналық диалогы 1 минутты тоқтамайды. Бұл диалогтың мазмұны адамның күнделікті өмірінде кездесетін барлық нәрселердің тізімінен басқа ештеңе емес. Ол жақсы немесе жаман бола алмайды. Бұл жай ғана таныс әлемді оның өзгермейтіндігі мен тұрақтылығында сақтауға көмектесетін тізім. Өйткені содан кейін біз азды көптің тыныштықты сезінеміз. Міне ең үлкен өтірік. Бала кезімізде біз әлемді сипаттауды шындық ретінде қабылдауды үйренеміз. Осылайша ересектер балаға бағыт береді. Содан кейін ол өзінің мінез-құлық бағдарламасында кейбір өзгерістер немесе жаңа нәрсе жасайды. Бұл оның өмірлік тәжірибесін байытып, өмірін қызықты және қанағаттанарлық ететін ойлар болуы мүмкін, немесе оны кедейлендіреді және оның тиімді әрекет ету қабілетін шектейді. Бірақ біздің ата-аналары оқытты. Біз балаларымызды оқытамыз. Сондықтан бұл процесс жалғасуда және шексіз жалғасады. Бұл адам өмірі әлде қайда кеңірек әмбебап бағдарламаның бір бөлігі ғана екенін көрсетеді. Кез келген бағдарлама сияқты адамның санадан тыс бағдарламасы да ол үшін белгілі бір функцияларды орындайды. Олардың ең бастысы шындық моделін құру және қолдау. Яғни осы дүниеде өмір сүріп, шындық моделінің шындықтың өзіне сәйкес келуіне ұмтылу. Әрбір адамның негізгі немесе жалпы ниеті. Діни жетекшілер мұны жанның жаратушы Аллаға деген құштарлығы деп атайды. Мен діни немесе мистикалық аспектілерді келтіргім келмейді. Мен бұл функцияны медициналық психолог ретінде анықтаймын. Адамның подсознаниясы ақпараттың энергетикалық құрылым ретінде әмбебап ақылмен қосылуға ұмтылады. Бөлім тұтасқа ұмтылады. Бұл заңды білмеу жауапкершіліктен босатпайды. Бұл заң санадан тыс деңгейде әрекет етеді және оған қарсы тұру ақымақтық болар еді. Өйткені Ньютон заңы біз оны білеміз. Білеміз бе, білмесек те әрекет етеді. Айтпақшы, бүкіл әлемдік тартылыс заңы жоғарыда аталған бүкіл әлемнің заңның бір көрінісі. Ньютон заңы материалдық объектілердің өзара әрекеттесуін сипаттайды, бірақ материя энергияның бір түрі ғана. Адамның санадан тыс бағдарламасының өзіндік құрылымдық элементтері бар. Адамның жеке тарихын құрайтын нейрофизиологиялық ақпарат, әлеуметтік және жеке рецептілер. Бағдарлама тілі, адам тілі, белгілер мен белгілердің жиынтығы. Және бұл бағдарламаны белгілі бір түрде жұмыс істейтін нәрсе біздің ниетімізден, ойымыздан басқа ештеңе емес. Олар сөздер, бейнелер, дыбыстар, сезімдер немесе қозғалыстармен киінеді. Ой нақты әмбебап құрал. Олардың көмегімен біз өзіміздің ерекше әлемімізді жасаймыз. Бұл анық. Ақша, үй, жол, адамдармен қарым-қатынас, мұның бәрі бастапқыда жай ғана ой еді. Ой пайда болған кезде адамның мінез-құлқының белгілі бір тәсілдерін қалыптастырады. Олар кейіннен материалдық әлемде бейнеленеді. Біздің тағдырымыз, біздің ойларымыз. Осылайша біздің әлем өз ойларымыздың көрінісі. Бірақ ой нақты нәрсеге айналмас бұрын, ол белгілі бір өзгерістерге ұшырайды. Елде экономикалық және саяси өзгерістер жүріп жатыр. Көптеген кәсіпорындар жабылуда, адамдар жаңа жұмыс іздеуде. Олардың осындай ниеті бар: жұмыс табу және өздеріне ұнайтын және жеткілікті ақша әкелетін жұмыс табу. Бір адам өзінің жасы дұрыс емес деп шешеді. Бұл жұмысқа 40-тан төмен адамдар керек екенін жарнамадан оқыған. Сонымен қатар ол бірнеше рет қабылдамалаулар алған. Ол достарынан қазір жаңа жұмыс табу қаншалықты қиын екенін үнемі естиді.
Ал теледидарда олар бізді үнемі жаппай жұмыссыздықпен қорқытып, жалпыға бірдей дерлік жалақы төленбейтіндігі туралы хабарлайды. Соның салдарынан әлі күнге дейін өзіне лайықты жұмыс таба алмай немесе жалақысын уақытында төлемейтін мекемеде жұмыс істейді. Тағы бір адам жасына қарамастан оның білімі мен дағдылары міндетті түрде біреуге бір жерде қажет деп санайды. Ол қалам мен қағазды алып барлық қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қанша ақша алу керектігін есептейді. Пәтер ақысын төлеу, жақсы тамақтану, киіну, демалу және тағы басқалар. Алғашында алған нөмірінен қорқады. Сосын ойлайды, неге? Өйткені әлде қайда көп алатын адамдар бар. Мен бұл ақшаға лайықпын дегенді білдіреді. Ертеңінде әлгі адам қалада көптен көрмеген досын кездестіреді. Біз сөйлесуіміз керек, ал оның мәселесін білген досы жаңа кәсіп ашып жатқан танысы барын, оған дәл осындай мамандық иелері қажет екенін айтады. Енді міне бір аптадан кейін бұл адам жаңа жұмыста жұмыс істейді. Оның жалақысы қағазды санға дәл сәйкес келеді. Бұл ертек емес, бұл өмірден алынған мысалдар. Апат, бірақ кездейсоқтық бұл санадан тыс үлгі, тек бірінші жағдайда күмәнді ойлар мен қалаған жұмысқа тұруыма кедергі болды, және бұл ойлар тиісті бағдарлама арқылы жасалды. Ал екінші жағдайда адам өзіне нық сеніп, білімі мен тәжірибесін бағалады, және әркім өз ойы мен үмітіне сай алды. Өйткені біз өз өмірімізді өзіміз жасаймыз. Сеніміне сай болсын. Бұл киелі кітапта жазылған. Бірақ қалай дұрыс жұмыс табу, көп ақша табу, немесе адамдармен жақсы қарым-қатынас орнату келесі кітаптарда талқыланады. Бұл кітапта мен денсаулық және адамдардың өздері үшін ауруды қалай жасайтыны және бұл ауруларды тіпті емделмейтін деп саналатын ауруларды қалай емдеуге болатыны туралы айтқым келеді. Сіз мұны өзіңіз жасай алатыныңызды түсінесіз. Ол үшін тек ішкі жан дүниелеріңізге үңіліп, бейсаналық бағдарламаңызды, ойларыңызды зерттеп, оған тиісті өзгерістер енгізу керек. Сонымен, 1. Біз өмір сүріп жатқан шындық моделі бала кезінен қалыптасқан. Біздің санадан тыс бағдарламамызға сәйкес келеді. Осылайша сыртқы ішкі көріністі көрсетеді. 2. Әрбір адам саналы түрде өмірдің негізгі қызметі мен негізгі мақсатын осы дүниеде өмір сүруді және өзінің шындық моделінің шындықтың өзіне сәйкес келуіне ұмтылуды жүзеге асырады. 3. Біздің әлем өз ойымыздың сыртқы көрінісі. Біздің өмірімізде бар нәрсенің барлығын біз өзіміз жасаймыз. 4. Өміріміздегі бір нәрсені өзгерту үшін денсаулық, адамдармен қарым-қатынас, жұмыс, қаржылық жағдай және тағы басқалар. Ішіңізге бұрылып, санадан тыс мінез-құлық бағдарламасын ойыңызды өзгертуіңіз керек, яғни өзіңізді өзгертуіңіз керек. Олай болса, адам киелі жерлеріне оның бейсаналық бағдарламасына, әлеммен, Құдаймен тікелей байланысты, ішкі санасына қалай қол жеткізе алады, және мұны істеу мүмкін бе? Бұл қауіпті емес пе? Мен бірден айтайын, барлық адамдар мұны істеп жатыр. Олар мұны әйтеуір ойланбастан, стихиялық жауапсыздықпен жасайды. Көптеген проблемалармен өз әлемін құрып, солардың ішіне кіріп кетеді. Ішкі ақыл оймен сөйлесуді үйрену жай ғана қажет деп есептеймін. Оның үстіне оқу мен жазу сияқты бұл да адамға бала кезінен үйретілу керек. Және бұл мүлдем қауіпсіз. Әрине, егер сіз белгілі бір ережелерді сақтасаңыз, бұл да қызық. Сіз өзіңіз туралы барлық шындықты білгіңіз келмейді ме? Сіз өзіңіз үшін азапты қалай, немен және қандай мақсатпен жасағаныңыз туралы, ал сіз өз проблемаларыңыздың түйінін шешкіңіз келмейді ме? Онда кеттік. Өйткені біз өз әлемімізді, өз өмірімізді өзіміз жасаймыз. Ендеше әдемі әлем жасайық. Сіз түсімді санаңыз туралы не білу керек? Психоанализ дүниеге келмес бұрын ұлы грек дәрігерлері Эскулапий мен Гиппократ ішкі ақыл деп аталатын нәрсенің бар екенін білген.
Бұл туралы Парацельсте жазған 20 ғасырда Зигмунд Фрейд адам санасындағы бірнеше қабаттарды анықтады. Эго, ид, суперэго және алдын ала сана әрқайсына нақты функциялар тағайындау. Фрейд моделі психотерапия мен психологияның дамуында өте маңызды рөл атқарды. Содан кейін басқа модельдер пайда бола бастады. Юнгиялық психоанализ доктор Мехельдің автоматты жазуы, Винердің кибернетикалық моделі, мінез-құлық моделі, гештальт-терапия, транзакциялық талдау, НЛП және эриксондық гипноз және тағы басқа. Бүгінгі таңда психотерапевтер мен психологтар адамның ақыл-ойын шартты түрде екі бөлікке бөлуге болады деген қорытындыға келді. Санасыз ақыл және санасыз ақыл. Және олардың әрқайсы өз бетінше ойлауға қабілетті. Түсінгеніңіздей, бұл бөлу шартты болып табылады. Адам тұтас тұлға. Жеке, менің ойымша, подсознание бұл біз ашуға тырысуымыз керек белгісіз және мүлдем танылмайтын адам бөлігі. Мысалы, осы сәтте осы жолдарды оқи отырып, сіз бетті және онда басылған әріптерді көресіз. Сіз сөздердің мағынасы туралы ойлайсыз және сонымен бірге белгілі бір дыбыстарды естисіз. Қоршаған ауаның температурасын сезінесіз. Қолыңызда және дененің басқа бөліктерінде белгілі бір сезімдерді сезінесіз. Және сіздің тыныс алуыңыз бен денеңіздің бұлшық еттеріндегі сезімдер өзгергенін байқай аласыз. Не болды? Мен бұл сезімдер мен дыбыстардың барлығын сізге көрсеткенше, сіз оларды саналы түрде қабылдамаған екенсіз. Бірақ сіздің подсознание оларды және тағы басқаларды қабылдады. Бейсаналық сананы қабылдау әлде қайда кең және тереңірек екені анық. Өйткені санадан тыс сана шындықтың өзі қабылдайды. Оның үстіне біздің санадан тыс санамыз ақпараттық энергетикалық жүйе ретінде әлемнің кез келген нүктесіндегі кез келген оқиға туралы ақпаратты қамтиды. Әрбір жасушада бүкіл ағза туралы генетикалық кодталған ақпарат болатыны сияқты, әрбір адам өзі бөлігі болып табылатын бүкіл әлем туралы ақпаратты қамтиды. Әлем бұл бір тұтас организм, және әрқайсымыз ол үшін нақты функцияларды орындаймыз. Подсознание айсбергтің су астындағы бөлігі сияқты, ол санадан әлде қайда үлкен және сонымен бірге бізден жасырылған. Подсознание біздің өміріміз туралы адамның 5 сезімінің іздерінде жазылған барлық ақпаратты сақтайды. Есте сақтау механизмі орталық жүйке жүйесі, рефлекстер мен түйсіктер, автоматты әрекеттер мен әдеттер, ойлар мен мінез-құлық генерациясы арқылы дененің барлық функцияларын басқару, бұл санадан тыс ақыл-ойдың бізге көрсететін қызметтерінің толық тізімінен алыс. Сондықтан онымен күресуді тоқтатып, одан шынайы одақтас табайық. Подсознание мен сәтті жұмыс істеу үшін оның мінезінің кейбір ерекшеліктері туралы білу қажет. Бірінші және негізгі әлемдік модельді жасау және қызмет көрсету, бұл біздің санадан тыс ақыл-ойымыз. Белгілі бір бағдарламаны пайдалана отырып, әрбір адамға ғана тән шындық моделін жасайды, және осы функцияны ескере отырып, басқалары анық болады. Қорғаныс функциясы. Енді сіздің әлеміңіз жасалғандықтан, оны сақтау және қорғау қажет. Сіз қай жерде болсаңыз да, не істеп жатсаңыз да, ішкі ақыл-ойыңыз бір секундқа сергектігін жоғалтпайды. Ол біздің сенімді қорғаушымыз, бірақ көбінесе біз оған түрмеші болуға мүмкіндік береміз. Содан кейін ол бізге өзі жасаған әлемнің шекарасынан шығуға мүмкіндік бермейді. Жақсы ниетпен жан тыныштығымызды ойлап, ағзаның өмірлік маңызды функцияларын басқару. Подсознание ми арқылы орталық және перифериялық жүйке жүйесі арқылы біздің денемізде болып жатқан барлық нәрсені басқарады. Осылайша гипноздық транс күйінде ұсыныс температураны, импульсті, қан қысымын өзгерте алады және емдеу процесін тездетеді. Көптеген сахналық гипнозшылар транс күйіндегі адамдарды сахнадан құлап кетуге немесе денсаулығына ешбір салдарсыз
терісін тесуге немесе қалыпты сана жағдайында мүмкін емес әрекеттерді жасауға мәжбүрлегеніне куә болды. Бірақ гипноз мен өзін-өзі гипнозды тиімдірек қолдануға болады. Мысалы, операция кезінде анестезиядағы науқасқа белгілі бір жолмен қажетті ұсыныстар берілсе, онда операциядан кейінгі кезең асқынусыз өтеді және айтарлықтай қысқарады. Тағы бір функциясы жеке тарихын жасау, тағдыр. Подсознание мұны біз туғаннан бастап жасайды. Подсознание біздің өміріміз бен ата-бабаларымыздың өмірі туралы барлық ақпаратты сақтайды. Біз өзімізге және айналамызға белгілі бір көзқарасты туылған кезде аламыз. Ол бізге ата-анамыздан санадан тыс беріледі. Сонда біз өсеміз, тәжірибе жинаймыз және айналамыздағы дүниеге саналы көзқарасымыз үнемі өзгеріп отырады. Бірақ санадан тыс өмірдің ең басында қалыптасқан көзқарастарды ұстана алады. Егер сіздің балалық шағыңызда сізге күшті әсер қалдырған оқиға болған болса, сіздің санадан тыс санаңыздың бір бөлігі әлі күнге дейін болған оқиғаны баланың көзімен көріп, сіздің өміріңізге әсер ететінін біліңіз. Сондықтан сіздің жеке тарихыңызды қайта қарау және өткеннің көптеген оқиғаларына бейсаналық көзқарасыңызды өзгерту өте маңызды. Міне менің тәжірибемнен мысал. Маған 17 жасар бала келді. Ол троллейбустар мен автобустарға, метро мен лифттерге мінуге қорқады. Көлікке кірген бойда өзін жайсыз сезінді. Оның үстіне оның өзі мұндай мінез-құлықтың себептері туралы білмеген, бірақ бұлай ештеңе болмайды. Мен оны подсознание санасымен қарым-қатынас жасауға үйреттім. Ол бірінші сұрақты оның өмірінде осы мінез-құлықтың дамуына себеп болған оқиға болды ма деген сұрақ қойдым. Жауап оң болды. Содан кейін бірқатар сұрақтар арқылы біз белгілі бір оқиғаны анықтадық. Бұл оның 8 жасында болған. Әке-шешесі оны әлде бір теріс қылығы үшін жазалап, қараңғы шкафқа ұзақ қамады. Ал бірнеше жылдан кейін ұсақ бұзақылық жасағаны үшін полиция бөлімшесіне түсіп, тергеу изоляторында жалғыз түнеді. Содан бері оның қорқыныштары пайда болды. Өйткені подсознание осы екі оқиғаны байланыстырды және белгілі бір қорытындылар жасады. Жабық кеңістік оның бостандығына қауіп төндіруі мүмкін. Себептерді түсінгеннен кейін біз мәселені оңай шеше алдық. Бір қызығы, сессиядан кейін ол троллейбуста ұзақ уақыт және одан шаршағанша рахаттанып жүрді.